لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Бүгінгі оқитын хадисimiz ақиқа құрбаны жайында. Сахих Бухарида келтірілген бір риуаятта сахаба Сәлман ибн Амир ад-Dabbi radıyallahu anhu قال былай дейді: Сәми'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям якул. Мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям былай дегенін естідім. Ма'ал гулами ақиқатун. Жаңа туылған ұл бала үшін ақиқа бар. Ақиқа құрбаны бар. Фа ахриқу анху даман. Оған арнап құрбан шалыңдар. Ва амиту анхул аза. Және одан зиянды нәрселерді, немесе жайсыз нәрселерді, жағымсыз нәрселерді алып тастаңдар деген екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Хадис сахих. Шариғатта жаңа туылған балаға арнап мал сою рәсімі бар. Бұны ақиқа құрбаны деп атайды. Кей хадистерде айтылғандай, шамасы келсе ұл бала үшін 2 қой сояды, оған қалтасы көтермей жатса бір қойда жеткілікті, қыз бала үшін 1 қой сояды делінген хадистерде. Ал енді ақиқа сөзі нәрестенің үлпілдек шашын білдіреді. Нәрестенің үлпілдек шашын айтады екен. Осыған байланыстырып ақиқа құрбаны делінген. Бұл құрбанды ата-анасы перзент сыйлаған Алла тағалаға шүкіршіліктерін білдіру ниетімен шалады. Бұның үкімі Ханафи мазхабында мубах, мустахаб, ал өзге 3 мазхабта сүннет болып табылады. Ал енді ақиқа құрбанның уақытына келер болсақ, бұл құрбанды баланың туылған күнінен бастап балиғат жасына толғанға дейін шалуына болады. Десе де, жаңа туған нәрестенің 7-ші күні шалған абзал. Осы 7-ші күні хадистерде білдіргендей, нәрестенің басына үлпілдек шашы алынады. Туылғаннан кейін 7-ші күні азан айтылып ат қойылады. Міне осылармен қатар ақиқа құрбанында осы 7-ші күні шалғаны абзал екен. Біздің қазақта осы ақиқа құрбанына аз да болса ұқсас қалжа деген нәрсе бар. Қалжа жас босанған әйелге арнап мал сойылып сопалап жатады, осыны қалжа дейді. Қалжа үшін бөлек мал союға шамасы келмейтіндер малды ақиқа құрбаны ретінде Алла разылығы үшін сойып, соның етінен өздері де жей берулеріне болады. Сондай-ақ хадисте амиту анхул аза деген мағынасы жаңа туған баланың шашын алыңдар деген мағынада деп кітаптарда жорамалданған. Аза сөзінің сөздік мағынасы негізінен алып қараған кезде жайсыздық, ұнамсыздық, зиянды нәрселер деген мағыналарға саяды. Құранында хайыз кездерінде әйелдеріне жақындаспаңдар, өйткені ол зиянды, аяттағы осы зиянды сөзде де аятта аза сөзі қолданылып тұр. Ал енді баланың басындағы шашын неге аза деп отыр? Мұны қазіргі медицина тұрғысынан түсіндіруге болады. Қол жеткен деректерге қарағанда, жаңа туылған баланың шашын 40 күнде алса, бұл баланың көру қабілеті артып, кейіннен өсіп шығатын шаштары қуаттай түседі, сергектік, зеректілік пайда болады екен бұл балада. Әсіресе шашты туылғаннан кейін 7-ші күні алатын болса, аталмыш пайдалар 2 есеге артатынға ұқсайды. Мұны шетелдік ғұламалар анықтап шыққан деседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа бір хадисінде осы үлпілдек шашын 7-ші күні алуды кеңес еткен. Демек, хадисте баланың үлпілдек шашын алыңдар деген орнына әза, яғни жайсыз, жағымсыз сөзін қолдануының өзінде
үлкен мән мағына жатыр деген. Сөзіміздің соңында ақиқа құрбаны ретінде шалынатын мал жайында айта кетелік. Ақиқа құрбаны ретінде шалынатын мал екі көзі де көретін, тістерінің жартысынан көбі сау, мүйізінің бірі немесе екеуі бірдей түбінен сынбаған, яки құлағы мен құйрығының жартысынан көбі кесілмеген, көтерем дейтіндей дәрежеде арық емес мал болуы керек. Жаратылысынан құлағы мен құйрығы жоқ, сондай-ақ өз аяғымен басып жүре алмайтындай ақсақ мал да ақиқа құрбанына жарамсыз. Алла тағала баршамызға салихалы, иманды, ибалы ұрпақ нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.